Физика саласының Нобель иегері Ричард Фейнманның мынадай сөзі бар. Ойдан шығарылған болжамдарға арқа сүйеп өмір сүргенше дейді, ештеңе білмей өмір сүрген артық дейді. Бүгінде дін нәсілдік кемсітудің, араздық пен кикілжіңнің, соғыс пен даудың есебіне айналып отыр. Бастапқыда дін ақша мен империя сияқты адамдарды біріктіруге қызмет еткен. Қоғам өскен сайын әлсіздене түседі. Себебі халық қиялға байланғандықтан әлсіз келеді. Діни уағыздар адамның ішінен шықпайды, жоғарыдан абсолютті биліктен келеді деп үйретіп келе жатыр. Ал бұл ешкімге күмән тудырмау үшін және сынға ұшырамау үшін ең жақсы әдіс. Дін дегеніміз не? Дін дегеніміз құдіретті адами өреден жоғары тәртіпке сенуге негізделген нормалар мен құндылықтар жүйесі және адамзат келісімімен қалаумен жасалмайтын